Барлығынан сәлем достар, біздің арнаға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағылшын тіліндегі сілтеу есімдіктері. Нақтырақ айтсақ, соның ішінде біз бүгін this және де that сілтеу есімдіктерін қарастыратын боламыз. Видео сабақты соңына дейін көруге кеңес беремін. Ағылшын тілінде this сілтеу есімдігі мынау тұрған затты өзінің алдында тұрған затты айтқан кезде қолданылады. Ал that сілтеу есімдігі анау тұрған деп алыстағы затты айтқан кезде қолданылады. Мысал келтіріп түсіндіретін болсақ, сіз мына жердегі орындықта отыратын болсаңыз, сіздің алдыңызда ноутбук тұр, иә? Ал біз оны ағылшын тілінде this is a laptop деп айтатын боламыз. This, мынау менің алдымда ноутбук тұр. Laptop, ноутбук және де is, артиклдер арқылы осы сөйлемді құраймыз. Сол секілді that сілтеу есімдігі арқылы айтатын болсақ, that is a rubbish bin. That is a rubbish bin. Анау тұрған қоқыс жәшігі. Яғни өзінің алдында емес, алыста тұрған, анау тұрған затты айтып жатыр. Сондықтан да that сілтеу есімдігін қолданып жатыр. Сөйлем барысында, яғни артикль арқылы that is a rubbish bin деген сөйлемді құрап тұр. Сонымен мынау деген алдымызда тұрған мына затты көрсететін кезде this сілтеу есімдігін, ал алыстағы затты көрсетер кезде that сілтеу есімдігін қолданамыз. Енді болымсыз сөйлем құрап үйренейік. This isn't smartphone. Үстелдің үстінде ұялы телефон тұрған жоқ. Яғни оның үстінде компьютер, ноутбук тұр. Сондықтан да болымсыз сөйлем телефон жоқ дегенді this isn't smartphone деп айтамыз. Және де бізде isn't сөзі is, not деген сөздердің қосындысы болып табылады. Яғни isn't деп қолдансақ та болады. This isn't smartphone. Өздеріңіз байқағандай, болымсыз сөйлемде not жалғауы жалғанып, бұл жерде тұрған смартфон емес, ол жерде тұрған laptop, ноутбук екенін айтып тұр. Дәл сол секілді that сілтеу есімдігінде анау жерде тұрған жоқ деген затты айтып жеткізу үшін isn't қыламыз, яғни is not. That is not bucket. That is not bucket. Немесе isn't bucket. Ол жерде тұрған, анау жерде тұрған шелек емес, ол жерде тұрған қоқыс жәшігі. Яғни анау жерде шелек тұрған жоқ, ол жерде себебі қоқыс жәшігі тұр. Осылайша болымсыз сөйлемдерді құраймыз. Ары қарай сұраулы сөйлемдерді қалай жасайтындығы туралы түсіндіретін боламыз. Мысал үшін, is this a laptop? Мынау тұрған ноутбук па? Яғни үстелдің үстінде тұрған ноутбук па? Байқағандарыңыздай is сөзі сөйлемнің алдына шығып кетеді сұраулы сөйлемде, және де біздің this сілтеу есімдігіміз одан кейін тұрады да is this a laptop? Мында тұрған үстелдің үстінде тұрған ноутбук па? Yes, it is. Yeah, ноутбук тұр. Is this a laptop? Yes, it is. Дәл сол сияқты is that a rubbish bin? Анау жерде тұрған қоқыс жәшік ме деп сұрап тұр. Is сөзі сөйлемнің алдына шығып, одан кейін that және де артиклі, сонымен қатар қоқыс жәшігі rubbish bin соны сұрап тұр. Is that a rubbish bin? Анау жерде тұрған қоқыс жәшігі ме? Айтып жібере аласың ба деп сұраған сияқты. Yes, it is. Иә, ол жерде қоқыс жәшігі. Is that a rubbish bin? Yes, it is. Ары қарай сұраулы сөйлемдерімізге болымсыз жауаптарды беріп түсіндіріп өтіп кетейік. Is this a smartphone? No, it isn't. Үстелдің үстінде смартфон тұрған жоқ, оның үстінде laptop, ноутбук тұр. Сондықтан no, it isn't. It is not. Is this a smartphone? No, it isn't. No, it is not. Келесі сөйлеміміз is that a bucket? No, it is not. Анау жерде тұрған шелек пе? Жоқ, әлбетте ол жерде тұрған бізде қоқыс жәшігі. Сондықтан да біз оған no деген жауап беріп, not сөзін қолданамыз. Is that a bucket? No, it is not. Ол жерде тұрған шелек емес, қоқыс жәшігі болған. Міне осылай сұраулы сөйлемдерімізге болымсыз жауаптар осылай беріледі. Сонымен бүгінгі біздің сілтеу есімдігіне арналған, нақтырақ this, that сөздеріне арналған видео сабағымыз осымен тәмам.
Видео сабағымызды соңына дейін көргендеріңіз үшін көп алғыс білдіреміз, және де біздің арнамызға қолдау білдіріп, өз пікірлеріңізді қалдырып, арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Қазгилиш арнасы келесі сабағымызда сілтеу өсімдіктерінің басқа да түрлерін сіздерге түсіндіріп беретін боламыз. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше, goodbye.